Апай кеше мен пойыз алдырып едім ғой жолдасымның, жаңағы омыртқадары бос деп. Бізде кеше мен өзім келдім, Ираннан келдім. Сонда 5 врач, 6 врач маған айтты, беліне деді операция керек деді. Сосын мен ана астанасына барып едім. Ол тек бел омыртқасына ине салды. Содан кішкене тәуір болып, тағы ауырғаннан кейін тағы ауырды ғой. Сосын мен қыздарға алың, мен үйге барғанда почтадан келіп тұрсын дедім. Сол айтқанда келіп тұрды. Соны бір күн, 2 күн, 3 күн, бүгін 3 күн беліне тақтық. Құдайға шүкір. Тіпа бүгін деген садақаға кетті. Тұрып кәдімгідей. Құдайға шүкір, көп жақсы, сізге мың алғыс, рахмет. Иә, енді сол белдікті бүгін садақаға барып, біраз жаңағы бел ауыратын кісілерге айтып жатыр еді мақтап. Осының арқасымен мен міне тұрдым, менде бәрі операция деп айтты деп. Сізге көп рахмет, мың алғыс. Айгүл, өте тамаша, рахмет. Сөздің шыны керек, қысқарта айтқанда мен больницаға барған емеспін, бірақ мына белдік мен действительно жақсы қылды. Жақсылық әкелді маған. Жақсы болдым. Сол жақта бүйрегімді ауыратын еді, ол да бір тәуірлене бастадым. Қазір мен кіндігіме ішіме қойып жатырмын. Бірінші Алла, екінші сіздердің арқыларыңыз. Бұл пойыз маған ұнады, жақсы.